Алдар көсенің сиқырлы тоны. Мұндай сақылдаған сараязда тоңбаса, түлкі тоны немесе қасқыр шігі бар адамның ғана тоңбауы мүмкін. Ал алдар көсе жарықтық шұрық тесік жаман тонмен күн сайын үсіп өле жаздайтын. Бірде ол жапан далада жортып келе жатып сұмдық тоңды. Аяқ қолының жаны кетіп, бет аузы бозарып, бас сұғар жылы үйді армандайды. Суылдаған соғ жел, уілдеген үскірік құлағын ұшын аямай шымшып, жанын шығарып барады. Жақын арада түтін түтеткен ешқандай ауыл көрінбейді. Қанша тебіреніп, қамшысын қанша сілтегенмен, алдардың арығаты жүріп жарытпайды. Басын бір шұлғып қойып, жай ғана итіндейді де отырады. Жаман ат жолдың соры. Әлі біраз жүретін шығармын. Иттің үргені де естілмейді. Қақаған далада қатып өлмесем жарар еді, деп ішіне сөйлеп келеді. Кенеттен алдынан бір аттылы көрінбесі бар ма? Атының желісіне қарап, иесінің бай адам екенін біле қойды. Бауы бұрқырап, ысылап келе жатқан адамдай омырауына ашып тастап әндете бастады. Жолаушылар жолығып, аман саулық сұрасты. Бай үстіндегі түлкі шіктің өзінен тоңып бүрсең-бүрсең етеді. Ал алдар көсе бөркін бір шекесіне қарай қисайта еп, күн шуақта жылынып отырған адамдай көңілді сөйледі. Сен немене тоңған жоқсың ба? Дейді бай. Тоңсан сен тоңған шығарсың. Менің тоңымды киген кісі үнемі қыз-қыз қайнап жүреді, дейді алдар көсе. Мүмкін емес, дейді бай. Немене, көрмей тұрсың ба? Көрмейтін несі бар? Көріп тұрмын, шұрық тесік. Мәселе сонда, сол шұрық тесікте. Бір тесіктен кірген жел лып етіп екінші тесіктен шығып кетеді. Ал жылу өзімде қалады. Қайткенде де мен мұның тонын алып қалайын, деп ойлайды бай. Шіркін, мынаның ішігін қолыма бір түсірсем, деп армандайды алдар көсе. Ішігінді маған сатсаңшы, дейді бай. Сатпаймын, мен онсыз үсіп өлемін, дейді алдар. Үсіп өлмейсің, оның орнына мен саған өшігімді беремін. Ол да сондай жылы. Алдар көсе, оның ұсынысын құлағына да ілмеген кісідей байға жоғарыдан қарайды. Бірақ екі көзі байдың түлкі ішігінде. Ішігімді де берейін, үстіне ақша да қосайын деп қызықтырады бай. Маған ақшаның қажеті жоқ. Ақша орнына атыңды берсең, ойланып көрер едім. Қуанғаннан бай бірден келісі кетеді. Ішігін шешіп, астындағы атын да береді. Алдар көсе байдың ішігін киіп, байдың жүйрігіне мініп, ысқырған желмен жарыса жөнеледі. Енді алдар көсеге бір ауылдан бір ауылға барып тұру онша қиын емес. Астында ұшқырат, иығында жылы шік. Кез келген үйде одан мұна керемет түлкі шікпен жүйрік атты қайдан алдың деп сұрайды. 77 жыртығы, 78 жамау бар тоңға айырбастап алдым. Жаман тоңға жақсы шігін, қыршаңқы атқа құстай ұшқан жүйрігін айырбастаған ақымақ бай туралы әңгімені естіп, ел мәз болады. Күлкі сәл саябыр тартқан сәтте алдар көсе жолдың алыс жақын жортқан біледі, дәмнің ащы тұщысын татқан біледі, дейді.